Мемлекет басшысы халықты алаңдатып отырған бір қатар өзекті мәселеге тоқталды. Түркістандық зиялы қауым өкілдері осылай дейді. Жолдаудың әр тармағына тоқталған олар бірнеше бағытқа басымдық беріп өтті. Жолдауда жан-жақты қаралды, кез келген мемлекетті көтеретін ол бірінші кезекте оның экономикасы. Ал енді экономиканы көтеретін бірінші кезекте бұл кәсіп орындар, кәсіпкерлерді жұмыстарын дамыту керек. Әділетті Қазақстан, бәріміз әділет болуымыз керек. Жаңағы экономикалық өсім дейді. Экономикалық өсімді мен айтқан болар едім, бұл экономикалық өсімді тек қана президент, әйтпесе облыстың әкімі экономикалық өсім жасай алмайды. Оған бәріміз бірге атсалысуымыз керек. Басты бағыты негізінен экономиканы өркендетуге, экономиканы дамытуға, сол арқылы еліміздің, халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған жолдау болды деп естимін. Өйткені ең бірінші президент еліміздегі ақша кредиттік жүйені жақсарту мәселесіне көңіл бөлді. Және фискалдық органдардың жұмысына қайтадан жаңарту мәселесін де қозғады.